бар әлеуметтік желіде. Әлеуметтік желіде бір сүмелектер бар. Мысалы, мынау биліктің атар оғы шабар қылышы болып жүргендер бар. Жаңағы биліктің әжетханаға барғанда артын сүртетін сүрткіштері бар. Солар бүйтіп айтып жатыр екен. Не деп айтады дейсіз ғой? Бұл Тоқаевтың жасаған тактикасы, қорықпаңдар, уайымдамаңдар. Тоқаев деген мынау Ресей Украинаға соғыс ашқанды, енді соны Путинді алдай тұру керек, Путинге ақша керек. Сонымен Путинді ақша керек болған енді 15-20 миллиард долларды алып бере тұрады. Тоқаев деген үлкен жеті тіл білетін, тек қазақша білмейтін депелемет қой, депелемет. Ол дегенің жаңағы, ол деген полиглот, ол деген жаңағы ойбай, ол сөйтіп жаңа Қытайдан 20 миллиард алады да, мә Пөтенжан, поздравляю, туған күнің менен жаңағы happy birthday, Жуни Шингри, кайлы, Жуни Шингри, кайлы, happy birthday to you деп 20 миллиард бұрат түк демес, 20 миллиард доллар дейді. Өстіп Путинді туған күнінде алдайды, сөйтіп Путин бізге қазақтарға соғыс ашпайды, және Украинада қырылып жатыр ғой. Тоқаевтың осындай кемеңгер тактикасының арқасында міне Путин туған күніне 20 миллиард алады. 20 миллиард деген не еді? Көш автобусында да 20 теңге төлейсің ғой, сондай дейді. Ей, сорлы қазақ, 20 миллиард доллар менен 20 атом мен қозғалатын сүңгуір кеме ала аласың. 20 миллиард доллармен сен әлемдегі ең қуатты әскери мемлекетке айнала аласың. 20 миллиард доллармен сен әлемнің ең артында қайыршы мемлекеттен ең алдыда ұшқан мемлекетке айнала аласың. 20 миллиард долларды сыйға бере салатын ол саған көршіңе сұрап келсе беретін 200 теңге ме? Балаңа барып түсте әбет іштеп беретін 2000 теңге ме ол 20 миллиард доллар? Мана топас адам бар ғой, топас болғаннан кейін бәрібір екен ғой жаңа. Құмырсқа бүйтіп жерде тұрып қараса, есекте бірдей, түйеде бірдей. Құмырсқа үшін алған. Ол бәрібір ғой, құрттай ғой құмырсқа деген. Оған есекте бірдей алып, оған түйеде алып, оған тіпті келген динозавр келсе, ол да алып. Міне, сол сияқты мына топас сүмелектерге 200 теңге де көп ақша, 2000 теңге де көп ақша, 20 миллиард долларда. Сол 2000 теңгенің ар жақ бер жағы деп ойлайды. Бұл топастық, бұл ұлтымызды қасіретке қалдыру.